жай ғана суық дейді. Жылы жүрсем басылады деген сөз миллиондаған адамдардың денсаулығын құртатын ең үлкен өтірік. Бүгін біз қоғамда ұят саналатын, бірақ іштей тындырып ауру цистит туралы сөйлесеміз. Көпшілік бұл ауруды тек әйелдердің ауруы деп қателеседі. Әйелдерде жиі кездеседі, бірақ ер адамдар ауырса, бұл нағыз дабыл белгісі. Науқастардың 90%-ы зәр шығарғандағы ашту мен ауырсынуды жас қой немесе суық тиді деп түсіндіреді. Шындықты естігіңіз келе ме? Ағзада жай ғана деп ештеңе ауырмайды. Бұл жас емес. Бұл сіздің несеп жолдарыңызды бактериялардың тірідей жеп жатқанының белгісі. Егер қазір бұл отты өшірмесеңіз, ертең ол созылмалы бүйрек ауруына, әйелдерде бедеулікке, ал ерлерде простатит пен импотенция ұласады. Бұл видеоны жарыңызға, құрбыңызға немесе жақыныңызға жіберіңіз. Бүгін мен Мирас Ерланұлы. Цистит суық тию ауруы емес, нақты қауіпті процесс екенін және одан қалай біржола құтылуға болатынын айтамын. Уақытты босқа жоғалтуды тоқтатайық. Нақты диагноз, нақты шешім. Мәселенің түп тамырын түсінбейінше ешқандай дәрі көмектеспейді. Сондықтан ең алдымен ағзаңызда не болып жатқанын, нақты механизмді ұғу керек. Біздің несеп қуығымыздың ішкі қабаты бұл бактериялар өтпейтін мінсіз тегіс әрі мықты қорғаныс қабаты. Жастық шақта бұл тосқауыл кез келген инфекцияны кері қайтарады. Бірақ уақыт өте келе гормоналды өзгерістер, созылмалы сусыздану және иммунитеттің әлсіреуі бұл қорғаныс қабаты жұқартып, тесіп жібереді. Бұрын сау тінге жабыса алмаған бактериялар үшін енді идеалды жайлы орта пайда болады. Сондықтан жақсылап түсініп алыңыз. 60 жастағы цистит пен 30 жастағы цистит бұл екі бөлек әлем. Әйелдерде цистит пайда болғанда менопауза кезінде эстроген деңгейі күрт төмендейді. Эстроген тек бала туу үшін емес, ол несеп жолдарының шырышты қабатын тірі әрі мықты етіп ұстап тұратын өмірдің нәрі. Эстроген кетсе, қорғаныс қабаты шөлдеген жердей кеуіп, жұқарып, кез келген микробқа есік ашып береді. Ер адамдарда цистит пайда болғанда тестостеронның азаюы және простатаның өзгеруі. Несеп ағыны әлсірейді. Қуық ішінде зәр тұрып қалады. Ал тұрып қалған зәр бұл бактериялар үшін нағыз курорт. Олар сол жерде көбейіп, іштен ірте бастайды. Екі жағдайда да ортақ фактор бар. Ол жас ұлғайған сайын біз су ішуді ұмытамыз. Ішек микрофлорасы бұзылады. Нәтижесінде ағза өз-өзін қорғаудан қалады. Бұл жай ғана ауру емес, бұл жүйенің істен шығу процесі. Егер бойыңызда мына 5 белгінің бірін байқасаңыз, мәселе жай ғана суық тиюден тереңде жатыр. Бұл ағзаңыздың көмек сұрап айқайлаған қызыл жалаушалары. Бірінші белгі – тұйық шеңбер. Егер цистит жылына 2 реттен көп қайталанса, бұл кездейсоқ инфекция емес. Бұл сіздің ішкі қорғаныс жүйеңіздің істен шыққанның белгісі. Бактериялар ағзаңызға өз үйіндей кіріп шығып жүр. Екінші белгі – созылмалы жайсыздық. Ауырсыну тек дәретханаға барғанда ғана емес, күнделікті өмірде де фон ретінде мазалай ма? Жыбырлау, ашту сезімі үнемі бар ма? Бұл уретраның атрофиялық қабынуы. Шырышты қабат соншалықты жұқарған, тіпті кіші дәреттің өзі ол жерді күйдіріп жатыр деген сөз. Үшінші белгі – несепті ұстай алмау. Жөтелгенде, түшкіргенде, немесе қатты күлгенде аздап несеп кетіп қала ма? Бұл жай ғана әлсіздік емес. Гормон тапшылығынан шат бұлшықеттері тонусын жоғалтып, несеп жолдары босап кеткен. Бұл стресстік инконтиненция. Төртінші белгі – антибиотиктердің зияны. Әр емдеу курсынан кейін дисбактериоз немесе саңырауқұлақ, яғни молочница пайда бола ма? Демек, антибиотиктер зиянды бактериялармен бірге сіздің соңғы қорғанысыңыз пайдалы флораны да қырып жатыр. Сіз емделмейсіз, қайта тұйық шеңберге түсесіз. Бесінші белгі – судан қашу симптомы. Бұл ең қауіптісі. Сіз дәретханаға жиі барудан немесе ауырсынудан қорқып, су ішуді азайтасыз ба? Дәл осы әрекетіңіз жедел циститті созылмалы дертке айналдырады. Су азайған сайын несеп концентрациясы артып, қуықты іштен улай бастайды. Осы белгілердің бірі болса, уақыт созбаңыз. Өздігінен емделу өртке май құйғанмен бірдей. Біз ауруды емдейміз деп жүріп, күнделікті әдеттерімізбен оны өзіміз қоректендіріп отырамыз. Назар аударыңыз, сіз де осы қателіктерді жасап жүрген шығарсыз. Судан қашу ең үлкен стратегиялық қате. Көпшілік дәретханаға жиі жүгірмейін деп су ішуді азайтады. Бұл өз ағзаңды тірідей улаумен тең. Су аз болса, несеп концентрленеді, қоюланады. Қою несеп онсыз де жұқарған шырышты қабатты қышқыл сияқты күйдіріп жібереді. Есімізде болсын,
Су – бұл бактерияларды жуып шаятын табиғи душ. 60-тан асқанда күніне кемі 1,5 литр таза су ішу – бұл таңдау емес, міндет. Кофе, қою шай және газды сусындар. Бұл сусындар несеп қуығының жауы. Олар спазм тудырып, несептің табиғи қышқылдығын бұзады. Кофеин ағзаны кептіріп жібереді. Кофеден мүлдем бас тартпасаңыз да, оны аш қарынға ішуді қойыңыз. Екінші стақан кофе орнына ромашка немесе бақбақ шайын ішіңіз. Синтетика мен тар киім. Бұл ұсақ түйек емес, синтетикалық іш киім. Бактериялар үшін нағыз курорт. Ол жерде ылғал мен жылу сақталып, микробтар сәт сайын көбейеді. Тек мақта мен зығыр сияқты табиғи маталарды таңдаңыз. Ағзаңыз тыныс алу керек. Аяқ пен белдің суынуы, аяғында жылы ұста деген әженің сөзі медициналық факт. Жасы ұлғайғанда кіші жамбас мүшелерінде қан айналымы баяулайды. Суық тигенде тамырлар тарылып, жергілікті иммунитет ұйқыға кетеді. Термобелеу мен жылышылық бұл сән емес, сіздің басты дәріңіз. Ішекті елемеу. Көп адам таңғалады, бірақ циститтің басты себепкері ішек таяқшасы. Егер сізде іш қату, дисбактериоз болса, циститтен ешқашан құтыла алмайсыз. Сау ішек циститке қарсы бірінші қорғаныс желісі. Осы 5 қатені түзете алсаңыз, сіз жеңістің 70%-на қол жеткіздіңіз. Аурумен күресу үшін қымбат дәрілерден бұрын табиғаттың бізге берген табиғи қаруларын қолдануды үйрену керек. Міне, ғылыми дәлелденген 5 қорғаушы. Бірінші, мүкжидек, орысша клюква. Бірақ дүкендегі қантты шырындар емес, нақты жидектің өзі, немесе таза морсы. Оның құрамындағы арнайы заттар бактериялардың қуық қабырғасына жабысуына жол бермейді. Бактерия жабыса алмаса, несеппен бірге сыртқа айдалады. Күнде жарты стақан тәтті емес морс ішкен пациентім 1 жыл бойы циститтің не екенін ұмытты. Екінші, пробиотиктер. Әсіресе лактобасилус штамдар бар түрлерін іздеңіз. Олар қымап пен несеп жолдарында микробтар шыдамайтын пайдалы қышқыл орта жасайды. Егер дәріханалық түрін таппасаңыз, күнделікті табиғи, тәтті емес йогурт ішуді әдетке айналдырыңыз. Үшінші, сарымсақ. Табиғи антибиотик. Сарымсақтың құрамындағы алицин ішек таяқшасын жоюға қауқарлы. Оны піскен асқа емес, дайын тағамның үстіне шикідей турап қосыңыз. Күніне 1-2 сарымсақ сіздің ішкі қорғанысыңызды мықтайды. Төртінші, бақбақ. Орысша адуванчик және талакнянка шайы. Бұл шөптерде арбутин деген зат бар. Ол бүйрек арқылы өткенде несеп жолдарын іштен залалсыздандырады. Бұл нақты биохимияға негізделген халықтық ем. Кешкісін ішілген 1 кружка жылы қайнатпа жылдар бойы мазалаған дискомфортты басады. Бесінші, кегель жаттығулары. Бұл тек гинекология емес, бұл қан айналымы. Шат бұлшықеттерін шынықтыру арқылы сіз қуықтағы қанның іркілуін тоқтатасыз. Күніне небәрі 10 минут. Сығу және босату. Бұл қарапайым жаттығу тіпті несеп ұстай алмау мәселесінде түпкілікті шешеді. Видеоны жауып, жата бермеңіз. Дәл қазір осы 3 нәрсені бастаңыз. Су режимі. Алдыңызға 1,5 литрлік құман қойып қойыңыз. Бүгінгі міндет соны кешке дейін тауысу. Залтымен емес, әр сағат сайын 1 стақаннан. Мүкжидек пен шөп шайы. Ертеңнен бастап рационыңызға мүкжидек морсы мен талакнянка шайын қосыңыз. Бұл тиын тұрады, бірақ алтынға бергісіз пайда әкеледі. Кегель жаттығуы. Бүгін ұйықтар алдында төсекте жатып, 10 рет баяу, 10 рет жылдам бұлшықеттерді жиырып босатыңыз. 5 минут уақытыңыз ертеңгі саулығыңыздың кепілі. Несептегі ашту, немесе жиі дәретханаға жүгіру, бұл сіздің тағдырыңыз емес. Бұл ағзаның берген сигналы. Шешімі қарапайым. Су, дұрыс тамақтану, жылы жүру және ішек саулығы. Бұл құралдардың бәрі қолжетімді, тек ерінбеу керек. Дәрігер Мирас каналына жазылыңыз. Сау болыңыз. Өз денсаулығыңыз өз қолыңызда екенін ұмытпаңыз.